Сәлем достар, сіздер менен Наргиз. Бүгін мен сіздерге карамельный пирогтың рецептісін ұсынамын. Міндетті түрде видеоны аяғына дейін тамашалаңыздар. Ең алдыменен осындай үлкен табағымызға бір жұмыртқамызды салып аламыз, 80 грамм қант және де 100 грамм бөлме температурасындағы сары майды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін бір ас қасық қопсатқыш және де 250 грамм ұн қосып, жақсылап араластырып аламыз да, қолымызбенен жұмсақ қамыр илеп аласыздар. Содан кейін, осындай жұмсақ болғаннан кейін, тоңазытқышқа 30 минуттай қойып қоясыздар. Енді салмасына 2 жұмыртқа, 150 грамм сметана 15%, және де 200 грамм вареный сгущенканы қосып, жақсылап блендерменен араластырып аласыздар. Содан кейін осындай формамызға 130 сантиметрлікке салмамызды, қамырымызды видеодағыдай жасағандай жасап аласыздар. 180 градуста 35 минуттай пісіресіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздерменен болған Наргиз.